Қайырлы күн, құрметті А2 базалық деңгей тыңдаушылары. Сіздермен бірге оқытушыларыңыз Ақтоты Жексенбекқызы. Алдымен жаңа сөздермен танысайық. Әдеттегідей өздеріңізге таныс емес сөздерді дәптерлеріңізге жаза отырыңыздар. Автобекет, автовокзал, автотұрақ, автостоянка, ағаш, дерево, ақпарат, информация, алаң, площадь, асхана, столовая, аялдама, остановка, әуежай, аэропорт, бағдаршам, светофор, балабақша, детский сад, гүлзар, бульвар, ғимарат, здание, даңғыл, проспект, дәмхана, кафе. Дәріхана, аптека, дүңгіршек, киоск, ескерткіш, памятник, жол айрығы, развязка, көпір, мост, қонақ үй, гостиница, мешіт, мечеть, мұнара, башня, мұражай, музей, мүсін, скульптура, почта, сарай, дворец, саябақ, парк, сән салоны, салон красоты, субұрқақ, фонтан, тұрғын үй, жилой дом. Мына суреттерді пайдаланып, сөйлем құраймыз. Суреттерді не көріп тұрмыз? Барлығымыз бірге айтайық. Яғни бұл суреттерде мешіт, ғимарат, ескерткіш, субұрқақ, бағдаршам, аялдама. Өздеріңіз бір-екі сөйлемнен құрастырып, осы сурет бойынша маған чат арқылы жолдайсыздар. Ережемен танысамыз. Тәуелдік жалғаудың үшінші жағы ілік септік мағыналары. Атаулардан кейін келген зат есім тәуелдік жалғаудың үшінші жағында қолданылады екен. Мысалы, бұл көшеде Абай атындағы опера және балет театры орналасқан. Яғни бұл жерде тәуелдік жалғаудың үшінші жағы театры, опера және балет театры. Ілік септік тек қана тәуелдік жалғаулы сөзбен қолданылады екен. Мысалы, баланың кітабы үстелде жатыр. Ілік септіктің жалғауы қандай еді? Ның, дің. Баланың кітабы, дананың көйлегі, например, оқушының партасы деген сияқты. Арқырай кеттік. Сөйлемде жіберілген қатені табыңыз дейді. Барлығымыз бірге қатені табайық. Көкемнің еңбек өтілі 40 жыл. Мынау Қонаев көшесі. Әлемде ең ұзын даңғыл қалай аталады? Бұл Абай ескерткіш. Есіл жағалау өте әдемі, Әйгерім Дәулеттің жиені. Алаңда балабақша балалар ойнады, Алматыда бірнеше жол айрығы бар. Қастеев атындағы мұражай қайда орналасқан? Бұл Сәуле Шаштараз. Барлығымыз бірге тексерейік. Көкемнің еңбек өтілі 40 жыл. Мынау Қонаев көшесі. Әлемде ең ұзын даңғыл қалай аталады? Бұл Абай ескерткіші. Есіл жағалауы өте әдемі, Әйгерім Дәулеттің жиені. Алаңда балабақшада балалар ойнады, Алматыда бірнеше жол айрығы бар. Қастеев атындағы мұражай қайда орналасқан? Бұл Сәуле Шаштаразы. Оқылым. Әлемдегі ең тар көше. Барлығымыз бірге оқимыз, және де маңызды мәліметтерді есте сақтаймыз. Бұл әлемдегі ең тар көше. Ол Германиядағы Родлинген қаласында орналасқан. Көшенің аты Спрейерхофстраф. Ені 31 сантиметр. 1727 жылы салынды. Бұл көшемен тек кішкентай бала жүре алады екен. Әлемде ең кең көше. Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласында орналасқан 9 шілде даңғылы әлемдегі ең көше болып есептеледі. Ол 14 жолақтан тұрады, ұзындығы 1 шақырым. Бұл даңғылға 100 жыл болды. 9 шілде даңғылы бойында көптеген ескерткіштер, мұражайлар, ескі ғимараттар мен қонақ үйлер орналасқан.
Әлемдегі ең ұзын көше. Бұл көше Канаданың Торонто қаласында орналасқан. Аты Уэнг-стрит. Ұзындығы 1896 шақырым. Жас көшенің жасы 500-600 жыл екен. Бұндай ұзын көше басқа еш жерде жоқ. Әлемдегі ең күрделі жол айрығы. Бұл заңгер Гарри Прегерсон жол айрығы. Лос-Анджелесте орналасқан. 1993 жылы салынды. Шынында ол өте күрделі жол айрығы. Бірнеше көпір, көптеген көшелерден тұрады. Бір көшенің ұзындығы 10 шақырым. Әлемдегі ең қысқа көше. Суретте әлемдегі ең қысқа көше. Атауы Эбенезер Плазе. Шотландиядағы Вик қаласында орналасқан. Ұзындығы 2 метр. Бұл көшеде тек қана бір ғимарат бар. 1883 жылы салынды. Оның ішінде дәмхана мен қонақ үй бар. Мекен жайы Эбенезер Плазе, бірінші үй. Енді осы мәтін бойынша кестені толтырамыз. Сіздерге бұл үй тапсырмасы болады. Бірінші графаға көше атауын жазамыз. Ол қайда орналасқан, қашан салынған, көшеге қысқаша сипаттама береміз, және көше туралы қызықты ақпаратты жазамыз. Бұл сіздерге үй тапсырма. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше, қош сау болыңыздар.